10 сынып дүниежүзі тарихы пәні. Сабақтың тақырыбы өркениеттің дәстүрлі түрі, көшпелі және отырықшы егіншілік. Сабақтың мақсаты дәстүрлі аграрлық өркениет түрлерімен таныса отырып, аграрлық өркениеттің ерекшеліктерін білу. Жетістік критерийлері. Дәстүрлі өркениет ұғымымен танысады, аграрлық өркениеттің ерекшеліктерін біледі. Дәстүрлі өркениет. Аграрлық өркениеттің технологиялық негізін адам мен жануар үшін пайдаланатын әртүрлі ауыл шаруашылық құралдар құрады. Олардың қатарына соқа, балта, тырма секілді құралдар жатады. Өндірістің материалдық игіліктерімен адамдарды пайдаланатын қарапайым, отбасылық және түрлі жеке кооперациялар пайда болды. Аграрлық өркениетте ауыл шаруашылық өнімдері материалдық құндылық болып, ал адам қолынан жасалғанның бәрі рухани құндылық болып саналды. Өркениеттің негізі қолөнер және ауыл шаруашылық өндірісін дамытқан дәстүрлі консервативті қоғам. Аграрлық өркениетті қоғам өз айналымына жұмыс күшімен технологиялық ресурстарды көп тартуды мақсат етеді. Аграрлық өркениет өндіріс күштерінің төңкерісі нәтижесінде қалыптасады. Отырықшы өмір салты қолөнердің дамуы жаңа технологияларды игеруге әкеледі. Аграрлық өркениеттің ерекшеліктері мынадай. Бірінші, табиғи климаттық ерекшеліктері. Келесі ерекшелігі технологиялық прогрестің шектелуі. Келесі өз қажеттілігі үшін прогрестің шектелуі. Келесі ерекшелігі өз қажеттілігі үшін ғана өнім өндірудің басым болуы. Келесі ерекшелігі әлеуметтік негіз, қоғам мен отбасы. Басқару формасы деспоттық. Аграрлық өркениеттің келесі ерекшелігі құқық пен заңға қарағанда билік үлкен құндылық. Келесі ерекшелігі адам саясаттан алшақ, саясат азғантай ақсүйектер тобының ісі. Мемлекет жеке адам мүддесімен санаспауы. Келесі аграрлық өркениеттің ерекшелігі дәстүр мен салттың, жазылмаған заңдар мен нанымның ықпалы мен қоғамдық қатынастарды реттеу. Келесі соңғы ерекшелігі білім алу ақсүйектердің ғана маңдайына жазылған деп есептелінеді. Енді оқушылар, бүгінгі сабақ бойынша біздер бірнеше тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырмаға назар саламыз. Тарихи мәтіндегі керекті сөзді анықтаңыз. Сіздерге мәтін берілген. Мәтіндегі бос орындарды сөздермен толықтырамыз. Мәтінді оқимын, мұқият тыңдап отырамыз. Көшпелілік бірден пайда болмаған. Оның пайда болуының, дамуының өзіндік заңдылықтары, себептері бар. Малшылықтың алғашқы түрі үй маңында
өсіру болды. Көшпелілік белгілі бір геофизикалық, табиғи, климаттық аймақтарда қалыптасады. Әдетте бұл аймақтары. Келесі сөйлем. Дәстүрлі консервативті қоғам қолөнер мен ауыл шаруашылық өндірісін дамытқан өнеркәсіптің негізі. Ауыл шаруашылық өнімдері материалдық құндылық болып, ал адамның қолымен жасалғанның бәрі рухани құндылық болып саналады. Өзен, көл жағалаулары мен құнарлы аймақтарда оқушылар тапсырманы орындап болса, дұрыс жауаппен өзімізді тексереміз. Дұрыс жауабы: көшпелілік бірден пайда болмаған, оның пайда болуының дамуының өзіндік заңдылықтары, себептері бар. Малшылықтың алғашқы түрі иманында мал өсіру болды. Көшпелілік белгілі бір геофизикалық, табиғи, климаттық аймақтарда қалыптасады. Әдетте бұл далалы, жартылай шөл және құрғақ далалар, тау бөліктері, тау аймақтары. Дәстүрлі консервативті қоғам қолөнер мен ауыл шаруашылық өндірісін дамытқан өнеркәсіптің негізі. Аграрлық өркениетте ауыл шаруашылық өнімдері материалдық құндылық болып, ал адамның қолынан жасалғанның бәрі рухани құндылық болып саналады. Өзен, көл жағалаулары мен құнарлы аймақтарда егіншілік дамыды. Дұрыс жауаппен тексеріп алсақ, келесі тапсырмаға көшеміз. Сұрақтарға жауап беріңіз. Бүгінгі тақырып бойынша мен мынандай сұрақтар қоямын, сіздер мұқият жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ. Аграрлық өркениет дегеніміз не? Екінші сұрақ. Аграрлық өркениеттің ерекшеліктері туралы не білесің? Үшінші сұрақ. Ауыл шаруашылық күшіне пайдаланған құралдарды ата. Сұрақтарға жауап беріп болсақ, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Біз сабағымызды ұстазға хат әдісі арқылы кері байланыс жүргіземіз. Бүгінгі тақырыпты түсінгені, түсінбегені туралы оқушылар ұстазға хат қалдырады. Ойымызды жинақтап болсақ, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Үйге тапсырма. Дәстүрлі, ауыл шаруашылық және көшпелі өркениет сөздеріне анықтама беру.